Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен химия пәнінің мұғалімі Сәбитова Нұрбин Нұрлан қызы. Сіздермен қайта кездескеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз адам ағзасындағы химиялық элементтер және тыныс алу үдерісі. Сабағымыздың мақсаты адам ағзасындағы химиялық элементтерді білу және тыныс алу үдерісін түсіну. Ал ендеше балалар, экранға жақынырақ отырып, периодтық жүйені алған күйде мені мұқият тыңдаймыз. Адам химиялық қосылыстардың жиынтығынан, яғни органикалық заттар мен биорганикалық заттардан тұрады. Органикалық заттарға биополимерлер, нәруыздар, нуклеин қышқылдары, полисахаридтер мен майлар, көмірсулар жатса, ал биорганикалық заттарға минералды тұздар мен су жатады. Адам өміріндегі ең маңызды нәрсе оның денсаулығы. Біздің ағзамыздың қалыпты дұрыс жұмыс істеуіне әртүрлі химиялық элементтер мен олардың 10 мыңға жуық қосылысы керек. Олардың әрқайсысы біздің жасушаларымыз бен мүшелерімізде 40-қа жуық қоректік заттардың нәтижесінде түзіледі. Организм құрамында түрлі химиялық элементтердің болатыны белгілі. Сонда да адам организмі сырттан элементтердің қажетті мөлшерде түсіп тұруын үнемі қажет етеді. Себебі кез келген элементтің артық мөлшері де, жетіспеуі де адам денсаулығына кері әсерін тигізеді. Адам организмінің 60% судан, 34% органикалық қосылыстан және 6% биорганикалық заттардан тұрады. Органикалық заттар негізінен көміртек, сутек, оттек, сонымен қатар азот, фосфор және күкірттен тұрады. Адам организмдегі биорганикалық қосылыстардың құрамына міндетті түрде 22 элемент кездеседі екен. Оларды нақтылап айтар болсам, кальций, фосфор, оттек, натрий, магний, күкірт, бор, хлор және тағы басқа. Бұлардың көпшілігі металдар, ал жартысынан көбі